Алғашқы ұрыс па балам? Иә, Қай жақтан боласың? Ақмоладан. Мен Алматыданмын. Алматыда әдемі шығар. Иә, әдемі. Сен балам қорықпа. Біз олардың тас талқанын шығарамыз. Отан үшін отқа түс. Күймейсің деген. Қайта олар бізден қорқсын. Екінші дүниежүзілік соғысқа 34.476.000 адам қатысты. Қан майданға Қазақстанның әрбір 5-ші азаматы аттанды. 601.815 жауынгер елімізге оралған жоқ. Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Биыл адамзат тарихындағы ең қасіретті екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 80 жыл толады. Бұл майдан 1939 жылы басталып, 1945 жылы аяқталды. Қазақстан екінші дүниежүзілік соғыстың ауыр салмағын айрықша сезінді. Соғысқа 1.200.000-нан астам қазақстандық қатысып, соның жартысына жуығы майданнан елге қайта оралмады. Ұлы Отан соғысында қазақ халқы тек қана майдан шебінде ғана емес, тылда да зор үлес қосты. Кеңес одағы батыры атағына ие болған Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова секілді батырларымыздың ерліктері ұрпақтар есінде мәңгі қалмақ. Шеңгелді Шажаулы, Шеңгелді елді мекенін туып өскенмін. Әкем есімі Әбілдаев Сәді, соғыс ардагері. Бұл кісі 1922 жылы оқыған ауылында дүниеге келген. 1922 жылы Шеңгелді елді мекенге көшіп келген. Содан бері Шеңгелді елді мекенінде тұрады. Қойшылық бұяқта жұмыс бабы қойшы мал бағатын болған. Соғысқа дейінгі қызметі. Соғысқа 1943 жылы сентябрь айында аттанған Арыс қаласына аттанған. Сөйтіп Петровка деген жерге барып түскен, сонда дайындық ол. Сонда 43 жылы ноябрьдің 7 күні Қарқып қаласына барып осыға кірген ғой жаңағы. Қамал ғой. Сол қамалда 6 ай бойы соғыс болған. Соғыстан 6 айда орнысынан снарядтың жағы тиіп, содан қолдан жарақат алып, госпиталға түскен. Госпиталда 6 ай жатып, 44 жылы ноябрь айында елге оралған. Соғыстағы қызмет. Соғыста бұл кісі барлаушы болып істеген. Не бұл? Барлаушы. Барлаушы? Осы болған бір оқиғасын айтып болғансы. Ойлай айтыңыз. 43 жылдан сол бұларда қаруда жеткіліксіз кездеген ғой. Қару жоқ. Бір өзбекпенен 2 орысты қасына қосып барлауға жіберіпті. Қарақып малдың бірдеке деген орман дейді одан. Орманның атын ұмытып қой. Содан немістер сол жерді жайлап
koymağa boğanda. Özü benzini var, karı var, sözü. Sonra bağlı başı vermeyeyim. Sudayacağız başı altında yiyip olsa. Kırıyordu bir topu var değil. Kırıyordu atlamak bize çok pişak değil başkası değil kayacağız. Sonra bağlı var değil. Bağlı var, sonra karasak bir sayıyım olmamış. Sonra sayıyla işte onun arası var, bağlı. Üniversite müziğini koyup bir de var değil hocam. Cevabı bağlı gibi bir yıldır. Sonra yerlerine arkasında. Sonra bağlıp saz kaytamız diye de bizim herkemiz namusla isteyemem. Hayırdır isteyen zor tutar. Dağlarda bölmüş yapmışlar. Beşlik yapıcı olur. Beşlik yapıcılar ayrılıp şahane yaparlar. O tarlacının moralı koyup bu mağazada taşak kesip bağlar. Sonra yüzde sonra canağı karıcı koymasın bağıp çağır. Kutalgan şahit başka değil. Çağızıyoruz. Bırak kendini ki bize bunu borcun batıra takayı bir gün koydu. Bırakalım boş yapılmış. Bütün zaman karşıdan yüzün havada biraz baktan. Bu tarafa yapmıştı. Sonra yerlikleri var bir ekicede. Bırak o bizde de berabersin az bulamayısın. Sonra soğukstaki 48 yılı yüzden dolayı. Böyle bir şey için kaç yapı biliyorsunuz. Soğukstanlarla sazlarca cezbetten hazır olan boğuk şeyleri yerlerinde özgürlüğünce bir bildirdikse boz bitti, boz kaza yapacağım, boz sondayla kızım. Sonra bu iki gün basın boz bildirgen köpeğler bir yektiği verirse sonra emniyetlik erkesi o yerine gelip mal doldurup gideyim. Sonra mal doldurup oluyor. Belki bize bazı adına size buluyor. Bir hizmet yarar. Ayşe Bozul'da kızmasında tanıştı çok. Güzeldir bir şey. Sözün erkekliğin atasının anası var mı? Bu bilmeyeceğiz. Sonra yiyisin alıp çıkarıp koşarak örgüledim. Bizimle başlar. Bizimle başlardı bağım. Etkilik. Yürüyüşü olarak kırdı. Sonra bir koşalım, oyun koşalım. Bizim bunun erkeğin yaşayışlarının üç kızı olan. Tanışlar üç kızı olmuş. Niye o zaman üç kızı olan? Şimdi sahip, Okan istedim. Okan istedim, ben kızla. Başa 70 yaşında, mesela 3 yaşında. O işimizi yeterek kesip bakan oldu. İtici oldu. Ama oradaki ömrümüz çok kız ilk bakamız. Atamız. Bir çocuklu Muhammed'in adamlar hastası. Özümüz gitti. Uğraşı girdi. Сонда атамыз 44 жылы жарақатына байланысты қайтқан ғой Evet, сонда. sarıp байланысты. Қолына снаряд қолын жарылып. Ondan demek kolasın. Basıma canım ediyor mu? Sol kalk balası sol altayı soğustu. Altayı gözümüze dayanıttı. Rostop'ta bu var ya, Rostop diye yerden orada çok soğuk oldu. Orada soğuktan geçesini aytmalıyız. Ya Petrop'ta dayanıp da bu var ya, Petrop'ta dayanıp şarjım senin. Biraz meyzanda var. Meyzanda yettik. Solundan var. Kalған уақытында бізде санда болғандар бар басқа істеген еріктердің бәрі жоқ болмаса Орыстарға бұрмалу керек, орыстарға жаза берген керек бәрі. өзбекте айтады шексіз көзсіз батыр еді дейді. Сол бір елі жарияланбай кетті дейді ғой. Барған жерде бір нәрсе бітірмей қайтпаған баһадүр әзіл деген кісіге атын ұмытпаған ғой.
барған жерімізді тапсырмақ 100% орындап қояды деген. Сонда 1 грамм соған біз ешкіміміз алғыс хат та берген жоқ дейді ғой. Қасиет болған осы ғана тізім. Сонда Нұрында 40 жылы басталды, 45 жылы соғыс аяқталды. Енді 2025 биыл соғыстың, отан соғысының аяқталғанына 80 жыл болуына орай байланысты осы ардагер аталарымыздың өмір жолынан кішкене естелік болсын деп. Енді бұл кісілердің өздерінің көзі жоқ, артындағы ұрпақтар сіздерден кішкене естелік болсын деп келген жағдайымыз бар. Атамыздың суреттерін көрдік, өзіңіздің аузыңыздан жақсы сөздер естідік. Адамыз қай жерде соғыс қаптарында, қай жерде болды, қандай ерліктер жасады. Жарайды онда көке, рахмет. Еліңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Биыл жеңістің 80 жылдығы құтты болсын. Рахмет сізге. өздеріне